Bir күні құтты көктен түскен бойтұмарсында жап-жарық жұлдыз жерге аға жөнелді. Ол Қазақстанның байтақ даласын шарлап, мөп-мөлдір суына малынып, таудан құлаған Көбікті өзеннің ырқына ілесті. Ол биік шыңдармен таласа ұшты. Ол арайлы таңның шаттығына бөлену үшін осы бір киелі мекенді мәңгілікке пана етті. Қазақстан қайталанбас таң шапағы. Нөмір 25 орта мектептің 6-шы А сынып оқушысы Алиев Ербол. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы көгілдір түсті. Онда алтын күн бейнесі, шарықтай ұшқан дала қыраны және ұлттық ою-өрнек нақышталған тік жол бар. Тудың көгілдір түсі, бұлтсыз ашық аспан, бейбітшілік белгісі, күннің нұр шұғыласы, байлық пен тыныштықтың және жылылықтың белгісі. Қыран бүркіт тәуелсіздік белгісі, өрнек салт дәстүріміздің белгісі. Мемлекеттік тудың авторы Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасының ел таңбасының бастысы шаңырақ. Шаңырақ киіз үйдің күмбезі. Ол күн сәулесін, ал уықтар оның алтын сәулелерін белгілеп тұрады. Қазақта ат адамның қанаты деген мақал бар. Ел таңбамызда тұлпар, ол дала пырағы. Әрбір ер жігітті тәуелсіздікке жетелейді. Бес бұрышты жұлдыз, ол әрбір адамның өміріне өзінің бағдар беретін жұлдыз. Күн мен айды жұлдызды кие ретінде көретін халқымыз жұлдызың жарқырай берсін деп асыл арманын айтып тұрғандай. Еліміздің өзіне тән туы, елтаңбасы, әнұраны бар. Әнұранымыздың авторлары Шәмші Қалдаяқов, Жұмекен Нәжмединов, Нұрсұлтан Назарбаев.